Мен оқыған 30 кітап байқауының қатысушысы Бақтыгереева Айымжан, 8 сынып оқушысы. Оқыған кітабым Оралхан Бөкейдің «Қайдасың қасқа құлыным» атты повесі. Оралхан Бөкейдің «Қайдасың қасқа құлыным» атты повесі ауыл тіршілігін суреттеумен бастау алып, әкеге деген сағынышты арқау етеді. Таңның атысынан кештің батысына дейін әкесінің жанынан бір елі қалмай, үнсіздікте терең ойға шомған әкенің көпті көрген әңгімелері сөз етіледі. Туынды желісі бойынша биенің егіз туы жаманға жорылып, біреуі өлтірілуі тиіс. Бірі құлыны өлтірілген соң ертеңіне екіншісі де кетеді. Осылайша автор көңіліне қаяу қалдырған қасқа құлынға деген аянышын білдіреді. Қаршыға баланың әкесіз көрген күндері де айтылады. Анасының жалақысы бірде жетіп, бірде жетпей, тірі жетім баланың көңіліне қаяу қалдырған жан күйзелісі суреттеле отырып, оқырман көз алдына аянышты оқиғаны бейнелейді. Осылайша Орал мен Қаршығаның әкелері бір екені белгілі болады. Бұл шығармада автор адам жан күйзелісінің, сағынышын, уақыттың өткінші екенін түсіндіреді.